Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Бүгінгі біздің есеп беру концертімізге қош келдіңіздер. Бүгін мінекей осындай біз үшін ерекше болған әдеттегідей емес форматта бірінші жасап жатырмыз бүгін. Бастайық. Бірінші бізде концертімізді ашып беретін осы концерттің ең жақсы, ең керемет номерлерінің бірі қаймағы десек болады. Ол «Любовь есть» деген ән, оны орындап беретін бізде Роман деген біздің барабан мұғаліміміздің отбасылық ансамблі және біздің гитарадан мұғаліміміз Сергей орындап береді. Барабанда Роман, фортепиано менен вокалда Виктория. Барабанда Романның баласы Богдан және бас гитарада Сергей. Ал қабылыңыздар. Аплодисменты. Кто-то мстит за себя, не хочет прощать. Кто-то лезет в петлю, кто-то чувствует слабость. Кто совсем одинок, нет любви говорит. А любовь есть, 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 есть. А любовь есть, есть. Небо открыто, а любовь есть, 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 есть. А любовь есть. Видит просвета. Кто забыл, для чего он живет на земле? Кто спросил, для чего, и не слышит ответа? Кто отвержен людьми, нет любви говорит. А любовь есть, 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 есть. А любовь есть, есть. Небо открыто, а любовь есть. Есть, 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 а любовь есть, есть. Небо открыто, а любовь есть, 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 а любовь есть, есть. Небо открыто, а любовь есть, 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 а любовь есть, есть. Небо открыто, а любовь есть, есть. Есть, есть, любовь есть, есть. Небо открыто.
Келесі тыңдайтын әндеріңіз Көзімнің қарасы деген Абайдың әні және Нұрғиса Тілендиевтің Құстар әнінің фортепиано үшін өңдеуін естетін боламыз қазір. Орындап беретін бізге Маржан Жандилова. Қабыл алыңыздар.
біздің оқушылардың мынандай үлкен сахнадағы бірінші орындауы бүгін бірінші выступлениесі. Біздер бұрын Рестоварда шықтық, одан бұрын концертный залдарда кішкентай шығатынбыз. Енді мынандай үлкен сахнаны өткенде бірінші көруге келген кезде осы жерде оқушылар шертіп көрсе екен ғой деп ой болды. Соны бүгін орындап жатырмыз. Келесі естетін композиция She's Got to Look. Орындайтын Хадиша барабанда орындап береді. Қабылдаңыздар. Келесі орындалатын ән «Люби меня, люби». Оны орындап беретін Арина вокал, Амина барабан, Ернур фортепиано, Дамир бас-гитара, Алан электрогитара. Бізде бүгін 4 состав оқушылардан құралған составтарды естетін боласыздар. Одан бөлек мұғалім менен оқушылардың қосылған составы да бар соңында. Олар енді қабылдаңыздар. Алан, Дамир, Арина вокалистка, Ернур біздің пианист, және Амина барабанщица. Бәрі оқушылар. Қабылдаңыздар. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю. Люби меня, люби, люби меня, люби. Непокорная моя любовь любит не меня уже который год. Те же стены и цветы, те же люди и стихи, те же мысли и слова вслух. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая.
Ең маңыздысы осы емес па? Осы балдардың орындап, өзінің армандарын орындағаны. Ал тамақ басқасы бола береді. Келесі орындалатын ән Квилизе, Бетховеннің пьесасы және домбыра деген қазақша шығарма. Оны орындап беретін бізге Жамиля Хамитова, фортепиано. Қабыл алыңыздар. Жамиля мен 2018-ден бері келе жатқан оқушым. Қазір уже 4 жыл болыпты. Арада орталықтар болды, перерывтар, паузалар. Қазір келесі тыңдайтын әніміз Caught the Feeling, орындап беретін Адель барабаны. Алыңыздар. Take me
керемет Адель, молодец. Келесі орындайтын әніміз түрік халқының әні. Сені севердім деген Юлдыз Усманованың әні екен. Оны орындап беретін қазір бізге келесі біздің ансамбль. Оның бұл ансамбльдің тарихы былай болды. Біз репетиция жасап жаттық. Қазір келесі тыңдайтын әндеріміз Дождьпенен. Жаңа алдын тыңдаған Люби меня любиді біз репетиция жасап жатқан кезде Дилназ бізбен бірге репетицияға қатысты. Сосын сен де айтқың келе ма деп сұрағам. Сонда мен армандаймын деді. Я мечтаю деді. Ты хочешь исполнить десем? Я мечтаю деді. Сөйтіп сонымен бір 2-3 күннің ішінде ансамбль жинадық. Фортепиано партиясына оқушы дайындап үлгермедік, сол үшін өзім шертем фортепиано. Біздің гитарист пен басист всегда готовы. Және Алихан молодец, темнің арасында ол да 2-3 күннің ішінде өзінің партиясын тез жаттап алды. Ал қабылыңыздар. Vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa verveler gibi, ateşle boy veren gibi. Seni severdim hüzün koynumdan. Seni severdim hem uyanık hem uykumdan. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim hem uyanık hem uykumdan. Sen aşkı anlamaz bilmez, gün yansa ağlamaz sanki. Ben bakmayam gözyaşımdan, seni severdim. Sen gizli korkma savaşı, aşk gibi sarmış hain. Ben bakmayam gözyaşımdan, seni severdim. Yazık ah mazi yazık, bir yalnızdım bir vurgun. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa kardeler gibi, ateşte can veren gibi. Seni severdim hüzün koynumdan. Seni severdim hem uyanık hem uykumdan. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim. Daracı boynumda. Sen aşkı anlamaz bilmez, gün yoksa ağlamaz sakin. Ben bakmayan gözyaşımdan, seni severdim. Sen gizli korkma savaşı, aşk gibi sarmış hain. Ben bakmayan gözyaşımdan, seni severdim. Seni severdim. Қазір екі апалы сіңілді Аделя менен Айдананың орындауында чех халқының халық әндері және барабан деген әнді тыңдайтын боламыз. Қабылыңыздар. Кешіріңіздер. Happy birthday to you бірінші, одан кейін чех халқы халық әндері.
Келесі тыңдайтын әндеріңіз Gravity Falls және Маша и Медведь мультфильмдерінен музыка, оны орындап беретін Максим Трушков фортепиано қалыңыздар. Келесі тыңдайтын әніміз «Если в сердце живет любовь» деген Максимнің әні. Оны орындап беретін Малика барабанда. Малика бізге қосылған кеше ғана. Кеше бір күн қалғанда мен де концертке қатысайын деп, сонымен қатысуға шешім қабылдап, мінекей қабыл алыңыздар. Эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза. Если в сердце живет любовь, не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза. Если в сердце живет
қазір тыңдайтын әніміз келесі ансамбль. Бұл ансамбльде тоже 5 орындаушы, 5-еуі де оқушы. Оның солисткасы менің балдызым өзі Дариға. Ол бізді выручать етіп жатыр, негізі вокалға қатыспайды бізге. Бірақ бізге Ардақ деген қыз орындау керек болды ол партияны. Бірақ последний момент ол келе алмайтын болып шықты. Сосын Дариғаны айтқыздық. И қазір орындап береді. Кстати, бағана кухняда жүрген кезде Дариға тек қана көмектесіп жүрді, негізі кухняға қатысы жоқ. Ол басқа адамдардың ответственности болған. Дариға просто өзі адамгершілік есебінен көмектесіп жүрді. Так, ал қабыл алыңыздар. Қазір фортепианода бізде Жамиля, вокал Дариға, барабаны Мансур, Алан электрогитара, Дамир бас-гитара. Ал қабыл алыңыздар. Бірінші рет үшін керемет емес пе? Керемет. Келесі орындалатын шығарма ол «Легенда» деген Ғазиза Жұбанованың шығармасы, қазақша. Оны орындайтын Аяжан Кашкенова. Аяжан бізбенен уже ол да бірнеше жыл бойы бірге осы жолды жүріп келе жатқан оқушы. Ол бізге Тархана да бірге қатысты, одан кейін Хайбел да бірге болды. Енді қазір мінекей жаңа адреста, жаңа орталықта бізбен жалғастырып жатыр. Қабыл алыңыздар.
келесі орындаушы Хамза, ол бізге Парадис деген шығарманы орындап береді. Хамза өзі болашағы бар барабанщик, вот Құдай қаласа одан профессионал барабанщик шығады деп біз үміттенеміз. Және егер мықты барабанщик болып кетсе, біз өте қуанамыз. Соған тілекшіміз, ал қабыл алыңыздар. Шербургские зонтики және Рафаэлло орындайтын Салтанат Жылқыбаева. Рафаэлло деген ол кәдімгі Рафаэлло шоколадтың рекламасынан музыка. Қабыл алыңыздар. Even pasta, I'm Rasta. The people.
Федерико Феллини орындайтын Айгүл, қалаңыздар. Не деген драйв десеңші, нөлден бастады жақында. 3-4 ай болды жақында ғана бастағанына, нөлден. Вот көріп тұрғаныңыздай, мінекей айқын дәлелі ғой. Жастың ешқандай несі жоқ. Кез келген жаста нөлден бастап кез келген аспапты үйренуге болады. Және бізде 5 жастан бастап кез келген жасты қабылдаймыз. Келесі орындалатын ән, ол да ансамбль, Батырхан Шүкенттің Дождь әні. Оны біз 5 адам болып орындаймыз. Қабылдаңыздар. Вокал Мансур барабаны, Аружан фортепиано, Алан электрогитара және бас гитарада Дамир. Мына жерде вокалда мен өзі 5 орындаушы ғой, соның 2-ін ауыстырдық. Өйткені Бурабайға келе алмайтын болды 2 адам. Соның бірі барабанщигіміз Бауыржан, оның орнына Мансур. Ол да 2-3 күннің ішінде жаттап алды өзінің партиясын. Сол қазір орындап береді. Нұрланның орнына мен орындап беремін. Қалыңыздар. Серых каплях дождя все пустое прольет, чисто вымытый день за прозрачным стеклом, закрывая глаза. Просыпалась душа, черно-белый экран.
уходящего дня. Но знаю я, бесконечно ненастье, потерян дождем, кто-то помнит меня. Дождь бьет по стеклам, стекает по крышам, и каждая капля окопной слеза. Весь день льет дождь, и сквозь хмурое небо задумчивый кто-то глядит на меня, глядит на меня, глядит на меня. В серых каплях дождя все пустое прольет, чисто вымытый день за прозрачным стеклом, закрывая глаза. Мен негізі вокалист емеспін өзім, сол үшін қатты сынамаңыздар. Келесі орындалатын шығармалар ол Хатико және Амели фильмдарынан саундтрек. Оны орындап беретін Ернұр Алқалыңыздар.
Ернурда жақында 2-3 ай бұрын нөлден бастады. Мінекей қазір осындай деңгейге келіп қалдық. Ары қарай да дамимыз. Құдай қаласа. Келесі орындалатын шығарма The World деп аталады екен. Оны орындайтын Амина барабан. Қалуыңыздар. Das Glück fast von ganz allein. Dann wird in deinem Leben auch bald wieder das Licht für dich scheinen. Verschwende deine Zeit nicht und begib dich endlich auf deinen Weg. Ich lebe für dich, denn mir geht's gut. Alle musst du's ja tun, wenn du's nicht tust. Die Welt dreht sich mit dir. Deswegen die Welt dreht sich mit dir. Gib nicht auf, die Welt dreht sich mit dir. Қазір тыңдайтынымыз монолог. Бізде музыкалық аспаптардан бөлек тағы актерлық шеберлік курсы бар. Сол курстың оқушысы Дильназ қазір сіздерге «Я научилась отпускать людей» деген монологты оқып береді. Оның аккомпанементін бізде фортепианода оқитын Аружан деген қыз Experience деген Людовик Эйнаудидің шығармасыменен қолдап сүрмелдеп отыратын болады. Енді мына жерде бір момент, қазір таңғалып қалмаңыздар. Я научился отпускать деп ер адамның мужской родта айтып тұрғанына, өйткені ол сондай қағидасы бар екен, оказывается, актерлық шеберлікте оригиналды айту керек. Бұл қыз болғанымен ұлдың атынан айтып берді, айтқанда. Ал, қалыңыздар. Я научился отпускать людей спокойно, не ломаясь, не крича, не требуя от них пустых идей, не примирившись с ролью палача. Я научился отпускать людей, жить совсем один, не плакать, не просить меня понять. Но оказалось, я совсем один. Я научился жить внутри себя, не говорить «привет» и «как дела», не срываться людям сгоряча и не срывать чужие два крыла. Я научился плакать в пустоту, не проронив ни одной слезы. Не спрашивайте, кто, зачем и где, не стараюсь замести следы. Я научился радоваться всем, кто проходил со мной нелегкий путь. Я верил им, я жил день ото дня, но оказалось, из-за них я в аду. Я научился жить внутри себя, не проронив ни слова. Внутри себя, которая, не зная, что сказать в ответ, не причинив никому и боли. Все те, кто рядом были, для меня частичка света, будто рай в саду. И знаете, спустя время я разучился ценить людей. Мне стало абсолютно все равно. Я верил, да, когда-то. Но из-за них не получилось ничего. Я жил день ото дня, но не получилось. Даже не кричал, плачу до сих пор.
қошеметтеріңіз. Келесі тыңдайтын шығарма дәнс деп айтылады. Оны орындайтын біздегі барабан мұғаліміміз Романның баласы Богдан. Ол да келешектен үлкен зор үміт күттіретін жас оқушы. Романның оқушысы, Романның баласы өзі. Ал қабылыңыздар. Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Everybody dance now. Is to lift you higher, slowly burning brighter. This passion inside of me. Everybody dance now. Қазір осы кештің сюрприз номері болады. Ол біздің вокал мұғаліміміздің орындауында Чумаковтың «Счастье» әні. Қабылыңыздар. Старая гитара и горячий кофе, и закатное вино. Медленно листаю книжечку стихов я, все они лишь об одном. Между строчек замечаю, как скучаю по тебе, по нежной красоте твоей, то, что наполняет новым смыслом каждый день. О-о-о. Счастье — это когда ты
войти в мой дом и в любовь мою, зная, что всегда наверняка, даже когда нежно я тебя люблю. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, запахами бриза, музыками ветра и цветущей луной. Ты вошла без визы, поселила сердце, даже если не со мной. Южный берег, ты открыла, но закрыть его теперь на нереальной высоте. Звезды и планеты освещают путь тебе. И все вместе. Счастье — это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою, зная, что всегда наверняка, даже когда нежно я тебя люблю. Ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла. Счастье — это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою, зная, что всегда наверняка, даже когда не жду, я тебя люблю. Счастье — это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою, зная, что всегда наверняка, даже когда не жду, я тебя люблю. Келесі шығарма фортепианоның соло, өзім орындаймын. Сергей Рахмановтың этюд картинасы ми бемоль минор, 33-ші опустан 6-шы номер. Қалаңыздар. Рахмет. Ал келесі
келесі орындалатын номерге бәріңіз қосылып айтуларыңызды сұраймын. Қазір біздің орталықтың барлық оқушылары орындаймыз оны. Ол әннің аты «Пиано Астана». Оны орындайтын «Пиано Астана» шығармашылық орталығының оқушылары және оқытушылары. Бұл әннің тарихы былай болды. Біз негізі мұғалімдерменен бір состав шығарамыз деп ойладық. Оқушылармен 4 состав шығардық қой. Мұғалімдер өзіміз давайте бір ән шығарайық деп, сонымен қандай ән шертеміз деп ештеңе таңдай алмай ойланып жатқан кезде мен өзім әйелім идея подкинул етті. Өздерің ән шығарсаңдаршы деп. Сөйтіп сонымен ол қалай болады деп, сөйтіп сонымен балдармен Ақжол, Роман, Сергей төртеуміз отырып сол бір күн ішінде шығарып тастадық осы әнді. Қабыл алыңыздар. Ребята, не спускайтесь, давайте сфоткаемся. Давайте. Сейчас Дамир и Алан под аккомпанемент барабанов в исполнении Романа сыграют вам импровизацию. Импровизация — это мелодия, которого нет. Они сейчас сыграют, можно сказать, сейчас родится музыка. Послушайте.
Біздің ең үлгілі оқушыларымыздың бірі Алан және Дамир. Бізге қазір біз бастағалы бері керемет жандар қосылып жатыр. Оны Құдайдың өзі жіберіп жатқан шығар мүмкін. Мысалы үшін Дамир қазір жақында бізге қосылды. Как раз бізге басист жетпей, біз Сергейді ойнатайын деп жатқанымызда уақытында келіп қалды. Сөйткен оқушылар составы болып шығып қазір керемет номерлер, өзіңіз көріп тұрсыздар. Тек қана оқушылардың деңгейі үшін очень даже неплохо, жаман емес, жақсы орындау бәрі де. Сол барлықтарыңызға рахмет, қолдауларыңызға. Қазір бәріміз фотоға түсейік, сосын басқа локацияларда да түссек болады. Бәрі сіздермен де бірге түсейік, сосын фото бар, фотограф бар, бәрі бар. Сол, давайте,